Білсе қол көтерейік. Біздің ауылға байланысты бұл не болуы мүмкін? Қол көтеріп айтайық, бір-бірден. О, міне. Қазір сұрап көрейік. Мықты болсын. Бұл не болуы мүмкін? Карантин? Ойбай, карантин қайда кетті? 20 емес пе? 6 жыл өтіп кетті ғой. Карантин емес, бар ма жауап? Біздің ауылға байланысты карантин неге қатысы бар? Біздің ауылға. О, міне. Малға таңба басу дұрыс емес. Таңба басқан сияқты көрінеді екен анауда, иә. Қазір көрейік. Балерке ханым, сүт деген. Міне, сүтті сиыр мынау адамның Жанар апай ген емес па, иә? ДНК хромосома деген, иә? Міне дұрыс, сүт деген. Қошеметтен қойыңыздар. Бұл біздің ауылға қандай қатысы болуы мүмкін? Міне, бірінші қол көтерді қазір. Бірінші қол көтерді. Иә. Лаула. Дұрыс, от лаулап жанып жатыр, лаулап. Қошеметтен қойыңыздар. Міне, дәл осылай. Әлде қарай жалғастырамыз. Екранның алдына салып отырыңыздар. Ал кетті, көрейік келесі. Оппа. Қол көтеріп айтайық. Жоқ, қол көтеріп айтайық. Енді жаңа айттым ғой, біздің ауылға қатысы бар, сондықтан жоқ, такси жоқ па олда енді. Иә, қол көтеріп айтайық. Дұрыс жауап нақты болса ғана сыйлық береміз. О, міне. Қазір тыныш. Иә. Мейіржан сиыр батып қалды, келе аласың ба? Тегісімен бірақ бұрап берді ғой. Жоқ, жалпы такси дұрыс келе жатырмыз, ары қарай жауап бар ма? Көрейік. Кімде нұсқа бар біздің ауылға байланысты, бұл суреттің қандай қатысы бар? Міне. Сега мұғалім көрейік, той қуанышымыз құтты болсын. Қанеке, иә? Біздің ауылдың таксилары адам санына қарамай тиі беретін таксилер. Солай ма? Білмеймін, адам санына қарап тиді ғой, қазір көрейік. Дұрыс емес. Жаққа қайдасың? Ақпарат босанып жатыр ғой. Негізі қазір жауабына біраз таяп қалды. Ағамыздағы вариант бар ма? Негізі таяп қалдыңыз. Таяп қалдық. Жоқ, ол текстке қатысы жоқ. Жаңа өздеріңіз таптыңыздар, енді ол біздің ауылға қандай қатысы бар сұрап көрейік. Бар ма? Жаққа есімде балдырдық. Міне, дұрыс. Танамыздағы такси жаққа. Міне. Қол көтеріп айтамыз. Айқай салу жоқ, қол көтеріп айтайық. Қазір көрейік. Бұл біздің ауылға қандай қатысы бар? Өрттау. Жоқ. Қазір, міне. Қол көтерейік. Қанша қол көтеріп отырмын? Ауылымызға қатысы бар. Сіздерден қазір. Иә. Қаратал кіндік әкеміз дұрыс еді. Алматы келеді сондықтан. Қаратал міне. О, міне. Кім? Мейіржан. Бағана қол көтеріп отырған Мейіржан. Қазір. Иә. Дұрыс. Тасөткел. Міне. Жеңілдеу болған сияқты келесі. Тас өткел. Дұрыс. Тас анау өткел. Тас өткел. Ал мынаның қандай қатысы бар? Қол көтеріп қана айтамыз. Міне қазір. Көрейік, сұрайық. Иә. Сүт деген кетіп қалды. Сүт деген бағана кетіп қалған. Басында кетіп қалды. Ойланайық. Дұрыстан ойлансақ табамыз. Біздің ауылға тікелей қатысы бар. Міне, Есенбек қол көтеріп жатыр, дұрыс болуы мүмкін. Қазір тыныш, бір-бірден айтайық. Осы жақында оған Асықбектің айналайын деген сөз шығар. Дұрыс! Міне! Мен ойландым, Бақбекті қалай кірістірсем болады деп. Сүт айналайын сөзінің осы қаншаманың қарауында комментарийдің ішінде мынандай бір сөз байқадым. Бұл да біз үшін қуаныш қой, ауылымыздың мақтанышы. Айналайын сөзінің амбассадоры. Орнымыздан тұрып қояйық, Бақбек! Амангүл ханым, тойыңыз құтты болсын, иә? Ойбай, қай жақтан қалай ойланады? Ондай емес бұл, ауылға қатысы бар, айналасына қатысы бар. Ешкім аға, той қуанышымыз құтты болса, бұл не болуы мүмкін? Есім. Қандай қатысы бар есімге? Қарайды. Жаңа қарағаш шыққанда қарайды айтуға мүмкіндік бар еді негізі. Атағаш. Атағашы? Ағаш жоқ, ешқандай қатысы жоқ. Қазір. Сұрап көрейік. Жоқ, қол көтерейік, жеке айтайық, мүмкін дұрыс болып қалады. Тана атамыздың, Мырза атамыздың суреті бар, соңғы салатын едік қой, ондай емес иә? Қария ағамызға құрмет көрсетіп. Немені қарияға құрмет көрсеткен дұрыс апай?
Аман жүрсін қарияларымыз қатысы жоқ. Енді ақбас болса біліп қоясыздар ғой, сондықтан ақпан. Одан толықтай сіз жоратын болсаң, біраз логика қосайық, сонда шығады өзі. Ақбас бұл. Ары қарай жалғастырамыз, кеттік келесі. Ал енді айтайықшы, қол көтерейік бірінші, тез. Кім бірінші қол көтереді? Төрт мөлтек дейді, жоқ, ондай қатысы жоқ. Бар ма? Ағамыз, міне, қазір. Ағашылар күшті ат салып жатыр, қазір. Сұрайық, онан соң оң жақ дастарханға барамыз. Есім. Міне, дұрыс. Мини-сим, микро-сим, моно-сим, ең соңында сим-карта қысылып қалды да есім. Міне. Сіздер айтыңызшы. Айғайға айтып қойып осылар да сіздер сұрай салайыншы деп келесің. Молодец, дұрыс. Красавчик, қарғыба, Қарғыбау, енді мағынасы түп сөзінде қарғыба бар, сондықтан бұл қарғыба. Әлбеттің біздің ауылға қандай қатысы болуы мүмкін? Ал, көрейік. Ау, жоқ. Ойланыңыздар енді. Бүгін ауылымыздың тойы болған соң, енді барынша көңілді болсын дедік, барынша да ізденіс жасап көрдік, сондықтан бар ма? Жауап бар ма? Айтып көрейік. Мүмкін дұрыс болып қалады. Иә, орталыққа қандай қатысы бар? Жоғар жақ пен төмен жақ. Орталықтың екі жағы ма? Ол да дұрыс емес, иә. Тоғыз тарау. Сен Астерикстің қарын қарайса айта салдың ба? Ескі шапай, жаңа шапай. Иә? Bir şarkım çay. Yormayın, bir şarkım çay. Çarek, bir şarkım çay болсын дедік. Оның ауылға қандай қатысы бар? Ағайым кешкі ойын суда істейді. Жоқ, олай емес. Негізі кісі жағынан дұрыс келіп қалдық. Ділдә ханым. Ана мырзаның дзюдо чемпиондарына байланысты. Жоқ, ондай емес. Бұрынғы Әлібек, қазіргі Әлібек. Жоқ, осы сөз үшін бар ғой, дұрыс емес болса да сыйлық беруге болады негізі. Міне, тойдан толықтай сен жауап болсын, қазір сұраймыз, міне. Ақбұлақта сіздің ағаларыңыз деп айтты, бірақ Ақбұлаққа қатысы жоқ, иә. Ал, көрейік. Бұқабас. Дұрыс, бұқабас. Бұқаның басында, сайыншаның басында сұрағы бар, бұқабас келесі көрейік. Ал, мынаның қандай қатысы бар, қол көтерейік десе табатын шығармыз. Міне, кім айтып жатыр? Кім айтты? Кім? Екі-үш адам айтып үлгерді. Сондықтан, бұл маң көлігі, жүк көлігі, ақ түсті, сондықтан бұл манақ. Айғайлап айтпайық, айғайлап айтсақ есептемейміз. Келесі бар болса көрейік. Бәріміз білетеміз, бұл бөрік талайын, бұл бөрік тал. Ала бөрік, алау тал. Келесі. Қол көтеріп айтайықшы, айғайлай салғаннан ешкімге сыйлық. Есенбек бірінші қол көтерді, Есенбектен сұрайық. Қазір Есенбектен сұрайық, бірінші қол көтеріп үлгердік. Бұл біздің ауылға қандай қатысы бар? Қызыға бағыңыз ба? Өзі құр жыра, шарын шапталы, құр жыра, біздің құр жыра. Ары қарай жалғастырайық, егер бар болса көрейік енді. Тоғыз құтты болсын. Рахмет.